Сондықтан несібең мол болсын десең, суды ысырап етпе, оны бекерге былғама. Сәлем достар, менің атым Аңсар. Менің YouTube каналыма қош келдіңдер. Сендер білесіңдер ме, суды ысырап етуге болмайды. Және мөлдір суды бүлдіруге болмайды. Судың да сұрауы бар. Сендерге су туралы қызық хикая айтып берем. Алдымен менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңдер. Ендеше әңгімемізді бастаймыз. Ертеде Шиш пайғамбардың қызы болыпты. Оның туған кезден шаш жоқ екен. Қыз әкесіне менің не кінәм бар деп жылайды екен. Шиш пайғамбар Алла тағаладан қызымның шашын өсуіне жәрдем ете гөр деп сұрайды. Алла бұл жұмысты Жебірейіл періштеге тапсырады. Сонда Жебірейіл періште самал желді шақыртты. Сонда самал жел, тақса мен бұл жұмысты орындай алмаймын. Менің тапқан шашым басқа жерге ұшып кетеді деді. Сонда Жебірейіл періште бұл жұмысты отқа тапсырады. Сонда от мен ұстаған шаш өртен кетеді ғой дейді. Сосын Жебірейіл періште бұл жұмысты суға тапсырыпты. Су дереу тапсырманы орындауға кірісіпті. Сөйтіп ол өзеннен су алуға кеткен. Қыздарды бақылап отырады. Bir кезде шашы ұзын әдемі келіншек су алуға кетті. Ол суға еңкейген кезде су оның бір тал шашын үзіп алыпты. Ол шашты Шиш пайғамбардың қызына жеткізіпті. Қыз ол шашты басына жапсырып орамал байлап алыпты. Артынша қыздың шашы қалуға өсіпті. Жебірейіл суға риза болып, қандай арманың бар деп сұрапты. Мені мөлдіретіп жаратқан. Бірақ кейбір надан адамдар менің қадіріме жетпейді. Ағын суға дәрет сындырып соғыс төгеді. Сондай адамдар жүратын. Маған бір амал берсін депті су. Жебірейіл періште судың өтінішін Тәңіріне жеткізді. Тәңірі жарайды депті. Содан бастап кім-кім суды былғап, оны ысырап ететін болса, менің несібесі келмейді. Сондықтан несібең мол болсын десең, суды ысырап етпе, оны бекерге былғама. Достар, егерде сендерге менің әңгімем ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңдар. Келесі жолы мен сендерге бұдан да қызық әңгіме айтып беремін. Келесі кездескенше сау болыңдар. Білімді бол болсын.